Барлықтарыңызға қайырлы күн, құрметті қыздар. Сіздермен үй жағдайында күнделікті қолданатын қасық вилкаларымды қалай ағартқаным жайлы видеода бөлісетін боламын. Соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен қасық вилкаларымызды ыдысымызға салып, үстінен ас содасын, тұз және гельді салып аламыз. Басуда жуатын кез келген гель жарай береді. Үстінен суымызды құйып, орташа отқа қоямыз. Қасықтарымыздың барлығы суға батып тұруы қажет. Шамамен жарты сағаттай қойып қайнатып алдым. Одан соң осылай қасық вилкалардағы кірлердің бәрі жібіп тұрады. Қазан қырғыштың көмегімен қырып аласыздар. Тез жұмсарып тұрғандықтан тез кететін болады. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Егер де өздеріңіздің нұсқаларыңызды бөлісетін болсаңыздар, комментарий бөлімінде жазып кетсеңіздер болады. Осылай қасық вилкаларымыздың бәрін езіп алған соң тазалап шайып аламыз. Мен 2 рет жақсылап шайып алдым. Одан соң қасықтарымды құрғатып кептіріп алдым. Қасықтарымыздың бәрі жалтырап, айнадай болып тазарып қалды. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Видео ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызға жіберіп қоюды ұмытпаңыздар.